Сіздер Сабалақ деп кімді атады білесіздер ме? Әрине, Абылай ханды. 1711-1781 жылдары өмір сүрген. Бүкіл қазақ халқын біріктіріп 300-дің ханы болған. Яғни Абылай хан біздің мемлекеттік ұлы қайраткерлердің бірі десек те болады. Абылай хан 15 жасында жоңғарларға қарсы соғысқа белсене атсалысады. Жас кезінде Сабалақ деген атпен белгілі болып, өзінің әкесінің құрдасы Әбілмәмбет ханға келіп қосылады. 1741-1743 жылдары Абылай жоңғарлардың тұтқынында болады. Сол кезде жоңғарлардың тағына таласқан үміткер Әмірсанамен достық қарым-қатынас жасап, кейін оның өмірінде елеулі оқиғалар орын алғанын білесіздер. 1771 жылы атақты шаңды жорықты білуіңіз керек. 50.000 қолымен қалмақтарға қарсы күресте Абылай хан жетістікке жетеді. Абылай хан біздің қасиетті Түркістан жерінде 1781 жылы қайтыс болып жерленеді. Сіз міндетті түрде Абылай ханның тарихын білуіңіз керек. Маған толығырақ білгіңіз келсе, қосылыңыз.